Мотивация, мақсат және жетістік. Мотивация жетістікке жетуді қамтамасыз ететін ынталандырушы күш. Бұл күшті іске қосу әркімнің өз қолында. Өз өнімділігіңізбен жарысыңыз, оны арттыруға, жетілдіруге тырысыңыз. Қазірге дейінгі сәтсіздіктеріңіздің артта қалғанын ойлаңыз. Әр жаңа күннің жаңа бастауыш болатынын ұмытпаңыз. Еңбегіңіздің зая кетпейтін міндетті түрде жемісін көретініңізге сеніңіз. Өз-өзіне деген сенімділік өте маңызды. Қандай да бір істі орындай алатынына, немесе алдына қойған мақсатына жете алатындығына, жетістікке жететініне сену осы жолдағы ең әсерлі күш-жігер беретін мотивация. Бұл іс қиын, бұл сабақ қиын деген сияқты тежеуші ойлардың орнына қажетінше тырысатын болсам, бұл менің қолымнан келеді деп ойлау керек. Жетістікке жетудің ең маңызды негіздерінің бірі алға мақсат қою. Мақсатсыз адам жүзетін бағытын білмейтін кемеге ұқсайды. Оған ешкім көмек бере алмайды. Қазіргі сәттен бастап алдыңызға мақсат қойыңыз. Қысқа, орта және ұзақ мерзімді мақсаттарыңызды жоспарлаңыз. Осы жыл ішіндегі басты мақсаттарыңызды белгілеп, ынта-жігерлеріңізді осы мақсатқа шоғырлаңыз. Іс-шараларыңызды маңыздылығына қарай реттеңіз. Күш-жігеріңізді маңыздыларына жұмсаңыз. Алға қойған мақсатыңызды үлкен әріптермен жазып, мәселен жұмыс столыңызға қарсы алдыңызға көретіндей етіп іліп қойыңыз. Адам бір нәрсені бүкіл ынта-жігерімен, шын жүрегімен қалап, тырысып бақса, оның ала алмайтын қамалы болмайды. Еш нәрсе қол жеткізе алмайтындай биікте емес. Ең бастысы ерте тұрып, алдыңызға мақсат қойып, жоспарлап, сол мақсатыңызға жетуге ұмтылыңыз. Ниет қойыңыз. Достар, басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін маған тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.